Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мариям. Бүгін ерекше дәмді әрі тез дайын болатын кешкі ас дайындаймыз. Бұл подрива тез дайындалады және өте дәмді болып шығады. Ең алдымен достар, барлық көкөністерді жуып, тазалап, турап аламыз және қызып тұрған қазанға сұйық май құйып, қыздырып, үстіне ұсақ туралған пиязды, болгар бұрышын қосып қуырамыз. Әбден қуырылғаннан кейін тауық етін саламыз және жақсылап араластырамыз. Және достар, осының үстіне тұз, морков, помидор, паприка салып, жақсылап қуырып пісіреміз. Енді бір стакан суға 1 столовый ложка ұн салып, араластырып, ыдысқа құямыз және 5 минуттай бұқтырамыз. Достар, бұл подрива қасына картошка по-деревенски пісірдім. Оны менің каналымнан көре аласыздар. Өте тез дайын болады, жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, пікір жазып, қолдап отырыңыздар. Осымен біздің картошка по-деревенски тағамына арналған подливамыз дайын болды. Бұл подрива тез дайындалады және өте дәмді әрі ерекше болып жасалынады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мариям. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.